Қонаққа барған адамның 4 түрлі мындай міндеті болады дейді. Біріншісі отырғызған жерге отыру дейді. Қонаққа барған адам бірден барып бет алып отырып алу емес. Қонаққа барған адамды келіп бірден отыра қалмай қарау керек үй егесіне. Үй егесі сол жерге ұсынған жеріне барып отыру. Екіншісі үй иесінің ұсына алған тамағына разылық білдіру дейді. Қандай тамақ қоя алды, қанша тамақ қойған шамасы келді, сол нәрсесіне риза болу адамның. Үшіншісі үй иесі рұқсат етпейінше орнынан тұрмау дейді. Тамағын жеп алғаннан кейін тұрып кете салмай, жаңағы отырып, бірін-бірімен жаңағы разылығы түрінде шығуы. Әйтпесе қонақ әлі кеткенін қалап тұрған жоқ, бірақ мен кетуім керек деп табан астынан кетіп қалмай, ондайда әрине рұқсатпен болу керек деген барлығы. Төртіншісі шығарында сол үйге дұға жасау деп айтады. Шығарында дұға жасап, хайыр Алла Тағаладан ізгіліктерін тілеп шығу керек деп айтқан. Бұл қонақтың жасау керек, оған әдептерінен